Сәлеметсіздер ме, менің YouTube көрермендерім. Сіздерге бүгін мен арқа массажы және жауырын ашу туралы түсіндіретін боламын және де көрсететін боламын. Ең алдымен біз арқа массажын жасамай тұрып, біз бірінші сипалап аламыз қолымызбен, одан кейін міне қыздыру әдісі, сосын міне уқалау әдісі, міне екі жағында бірдей жасап аламыз. Сосын аралау әдісін жасаймыз. Мінекей осы аралау әдісі бізде екі жағында бірдей жасап аласыздар. Жауырын арқа массажын және де мынау вибрация әдісі бізде міне осылай арқасын бірінші біз осылайынан қызартып аламыз. Сосын ең соңында біз соққы әдісін жасаймыз. Енді біз жауырын тұсын босатып аламыз. Міне жайлап уқалап баланы міне мінекей жауырын тұсын осылайынан босатып қыздырып аламыз. Енді біз ЛФК-сына өтеміз баланың. ЛФК-сын жасаған кезде жайлап жасаймыз, қатты жасамаймыз. Бірден осылай жауырын ашқан кезде қолымызды тығып, сразу бетіп жауырынына тықпаймыз саусағымызды, өйткені біз қолын жұлып алуы мүмкін. Сондықтан сіздер мұқият жасауларыңыз қажет. Мінекей осылайынан жоғары төмен жасайсыздар. Енді екінші жағына өтеміз. Екінші жағына өткен кезде баланың басын осылай бұрып аламыз. Мінекей жоғары төмен осылай жасайсыздар. Міне осы әдісте өте жақсы әдіс, айландыра отырып жасайсыздар. Және де міне осылай жасасаңыздар да жауырын тез ашылады баланың. Осылай көп жасап тұрыңыздар үйде. Мінекей жауырын ашылып қалған баланың. Мінекей енді екі қолын ұстап алып, міне осылай жасасаңыздар да осы жақсы әдіс. Мінекей жайлап отырып жасайсыздар. Мінекей. Достар, менің каналыма тіркеле кетіңіздер.